Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге 5 минутта дайын болатын өте дәмді үйдегі қарапайым заттармен жасалатын печеньенің рецебімен бөлісемін. Қолжетімді заттармен жасалып өте дәмді болып шығатын печеньенің рецебін менімен бірге көріңіз. Алдағы уақытта шығатын жаңа рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма жазылып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ ыдысқа бір жұмыртқаны салып, оның үстіне 100 грамм қантты салып, қант ерігенше араластырамыз. Қант түйіршіктері қалмайтындай толық еруі тиіс. Дәл осындай біркелкі масса болған кезде осының үстіне 120 мл сұйық май қосып, тағы да араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай біркелкі дәл осындай масса болуы қажет. 1 шай қасық разрыхлительді қосып араластырып, және де ұнды қосып тағы да араластырамыз. Егерде қамыр қолыңызға жабысатын болса, аздап ұн қосуға болады. Қолымызбен дәл осылай етіп, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Достар, менің каналымда алдағы уақытта көптеген жеңіл, өте тамаша рецептер шығады. Соларды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Дайын болған қамырды 15 минутқа бетін жауып қалдырып тындырамыз. Противенге біркелкі етіп пергамент қағазын жайып, осының үстіне қамырдан жіңішкелеу етіп, қамырларды қолымызбен дөңгелектейміз. Қамырды дөңгелектеп біркелкі етіп печеньенің формасына келтіріп барлығын жасап шықтым, және де үстіне әдемі болу үшін қантқа салып алдым. Егер де аса тәтті болғанын ұнатпасаңыз, қантқа салмай-ақ та жасай беруге болады. Менде барлығы 23 дана печенье шықты, және де осы дайын болған печеньелердің үстін ақырындап вилкамен басамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қыздырып, 7-8 минут аралығында пісіріп аламыз. Печеньені жіңішкелеу етіп жасасаңыз қытырлақ, ал егерде қалыңдау қылып жасасаңыз жұмсақ болып шығады. Осымен печеньеміз дайын. Міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.